Ал достар, енді біз мынадай асты жағын шашақтарын тоқимыз. Енді ол үшін мына бірінші тұрған бисерден, яғни мынау жібімізді өте ұзын қылып аласыздар, жетпей қалмасын, ұзынырақ қылып аласыздар. Мені қарап отырсаңыздар, менде ұзын қылып алдым. Енді мына бисерлерден өтіп бастаймыз, яғни ол үшін бірінші бисерден шығу керек. Ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін бізге бірінші ең алдымен 2 қара бисер аламыз. Одан соң бір қара бисер және бір қоңыр бисер аламыз. Одан соң бізде тағы да бір қара бисер. Егер шатасам десеңіздер жазып алсаңыздар болады. Бір қара бисер және тағы да бір қоңыр бисер алдым. Енді бізге 4 қоңыр бисер алу керек. 4 қоңыр бисер алдық. Енді бір қоңыр бисер аламыз және бір розовый түсті бисер аламыз. Міне бір қоңыр, бір розовый алдық. Енді тағы да бір қоңыр, бір розовый аламыз. Міне бір қоңыр, бір розовый алдық. Енді 4 қоңыр аламыз. Қоңыр емес, яғни розовый бисер аламыз. Міне 4 розовый алдым. Енді бір розовый және бір ашық түсті розовый. Міне. Сосын тағы да қайталаймыз, яғни бір розовый және бір ашық түсті розовый. Міне. Енді бізге 3 ашық түсті розовый аламыз. Міне 3 ашық түсті розовый алдық. Міне осылайынан алып келеміз. Міне осындай болып шығу керек, яғни. Енді бірінші бисерді тастап кетіп, мынау екінші бисерден, барлық бисерден осылай, екінші бисерден бастап барлық бисерден осылайынан өтіп шығамыз, бисер қалдырмай. Тек қана бірінші бисерден ғана бисерді ғана тастап кетеміз, яғни. Осылайынан барлық бисерден өтеміз. Енді жоғары қарай иінемізбен шығамыз. Мінекей осындай болып шығу керек. Яғни дұрыстап тартыңыз. Осылай болып шығады, міне. Яғни бірінші қатар осымен аяқталады. Екінші қатарды бастау үшін мына 2 бисерден өтеміз жоғары қарай. Қара бисерден өттік. Енді мына қара бисерден өтеміз. 2 қара бисерден өттік. Енді ары қарай бізде басында біз 2 қара бисер алған едіміз. Енді 2-2-ден қосып отырамыз. Яғни басындағы қара бисер мен мына жақтағы соңындағы ашық розовый түсті бисерге 2-2-ден қосып отырамыз. Ал ортасындағысы өзгермейді. Дәл солай қалпында қалады. Тек 2 шетіндегі қара мен ашық розовыйға ғана 2-2 бисерден қосып отырамыз. Яғни бірінші қатарда біз 2 қара бисерден алсақ, енді 4 қара бисер аламыз. 4 қара бисер алдық. Енді бізге бір қара, бір қоңыр және бір қара, сосын бір қоңыр бисер алу керек. бір қара, бір қоңыр, бір қара және бір қоңыр бисер алдық. Енді бізде 4 қоңыр бисер аламыз.
4 қоңыр алдық. Ары қарай 1 қоңыр, 1 розовый және 1 қоңыр, қайтадан 1 розовый бисер алдық. Міне. Сосын бізде 4 розовый түсті бисер жүреді. 4 розовый бисер алдық. Енді 1 розовый бисер, 1 ақшыл розовый және 1 розовый және 1 ақшыл розовый. Мінекей алдық. Енді ары қарай бізде мына жақта 3 розовый алған, ашық розовый алған едіміз. Енді бізге 5 ашық розовый бисер алу керек. 5 розовый бисер алдық, ашық розовый алдық. Енді осылайына жақындатып, соңғы розовыйды өтіп кетеміз де, қалған келесі розовыйлардан осылайынан инемен өтіп шығамыз. Өтіп шықтық. Тартып, дұрыстап аламыз. Дұрыстап алдық. Енді мына 2 қара бисерден өткіземіз. Ары қарай жалғастыру үшін. 2 қара бисерден өтіп алдық. Енді мына 2 қара бисерден өткіземіз. Келесі 3-ші қатарды бастаймыз. Ол үшін енді бізге 2-ші қатарда 4 қара бисер алдық. Енді 3-ші қатарда 6 қара бисер аламыз. Яғни 2-2-ден қосып отырамыз әр қатар сайын. Алты қара бисер алдым. Енді 1 қара бисер, 1 қоңыр бисер және 1 қара, 1 қоңыр бисер. 1 қара, 1 қоңыр, 1 қара, 1 қоңыр бисер алдық. Ары қарай енді бізде 4 қоңыр бисер өткізе аламыз. 4 қоңыр алдық. Енді 1 қоңыр, 1 розовый және 1 қоңыр және 1 розовый бисер аламыз. Міне осылай. Енді бізде 4 розовый бисер аламыз. 4 розовый алдық. Енді 1 розовый, 1 ақшыл розовый, 1 розовый және 1 ақшыл розовый алдық. Міне. Енді ары қарай бізде 7 ақшыл розовый бисер аламыз. Яғни әр қатарда розовый мен қараға 2-2 бисерден қосып отырамыз. Міне. Енді мына бірінші розовый тастап, ақшыл розовый тастап, қалған бисерлерден осылайынан инемен өтіп шығамыз. Енді мына 2 қара бисерден өткіземіз, яғни осымен 3-ші қатар бітеді. Мінекей осындай болып шығады. Әлі өзінің қалпына келді. Енді ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін бізге мына 2 қара бисерден өткізу керек. Яғни енді 4-ші қатарды бастаймыз. 2 қара бисерден өткіздім. Енді ары қарай бізде 4-ші қатарды бастау үшін енді мынау 3-ші қатарда біз 6 бисер алған едіміз. Енді 8 қара бисерден бастаймыз. Яғни 4, 5, 6, 7, 8. Міне 8 қара бисер алдым. Енді 1 қара бисер, 1 қоңыр және 1 қара және 1 қоңыр бисер алдық. Міне. Енді бізде 4 қоңыр бисер. 4 қоңыр бисер алдық. Енді 1 қоңыр, 1 розовый, сосын 1 қоңыр қайтадан
және бір розовый бисер аламыз. Міне. Енді ары қарай 4 қоңыр розовый бисер аламыз. 4 розовый бисер алдық. Енді бір розовый аламыз. Сосын бір ақшыл розовый аламыз. Сосын тағы бір розовый аламыз. Және тағы бір ақшыл розовый аламыз. Енді бізде 9 розовый, ашық түсті розовый бисер аламыз аяқ жағында. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне 9 розовый бисер алдық. Енді осылайынан жатқызып дұрыстаймыз да, бірінші розовыйдан өтіп тастап кетеміз де, міне. Келесі екінші розовыйдан ары қарай барлық розовыйдан осылайынан өтіп шығамыз. Барлық розовый бисерден осылайынан, барлық бисерлерден осылайынан өтіп шығамыз. Жоғары қарай дұрыстап тартамыз, яғни дұрыс түзейміз. Енді екі қара бисерден шығамыз қайтадан жоғары қарай. Енді мына екі қара бисерден өткіземіз. Ары қарай 5-ші қатарды бастаймыз. Ол үшін енді бізге 10 қара бисер алу керек. Алдық. Енді ары қарай бір қара, бір қоңыр, бір қара аламыз. Бір қара, бір қоңыр, бір қара, бір қоңыр. 4 бисер алдық. Енді ары қарай бізде 4 қоңыр бисер аламыз. 4 қоңыр бисер алдық. Енді бір қоңыр, бір розовый, бір қоңыр және бір розовый бисер аламыз. Ары қарай жалғастырамыз. Енді бізге 4 розовый бисер аламыз. 4 розовый бисер алдық. Енді бір розовый, бір ашық розовый және бір розовый, бір ашық розовый бисер аламыз. Міне 4 бисер алдық. Енді ары қарай 11 ашық розовый бисер аламыз. 1, 2, 11 ашық түсті розовый бисерден алдық. Енді бірінші розовыйды тастап кетеміз де, қалған розовыйлардан, қалған бисерлерден, яғни инемен өтіп шығамыз. Өтіп шықтық. Енді дұрыстап түзетіп аламыз. Енді мына екі жоғары қарай шығамыз, екі қара бисерден. Және келесі қатарды бастау үшін мына екі қара бисерден төменге қарай қайтадан шығамыз. Енді ары қарай бізде 6-шы қатарды бастаймыз. Қарап отырсаңыздар, өзі басы қысқа бисерден басталды, жаймендеп ұзын болып келе жатыр. Міне ары қарай бізде енді 12 қара бисер аламыз. Қара бисер алдық. Енді бір қара, бір қоңыр және бір қара, бір қоңыр бисер аламыз. Міне енді 4 қоңыр бисер аламыз. 4 қоңыр бисер алдық. Енді бір қоңыр, бір розовый, бір қоңыр және бір розовый бисер аламыз. Міне 4 бисер. Енді 4 розовый бисер аламыз. 4 розовый алдық. Енді бір розовый, бір ашық түсті розовый, бір розовый және бір ашық түсті розовый аламыз. Міне
Енді ары қарай бізде ашық түсті розовый аламыз. Ол үшін бізге 13 ашық түсті 13 ашық түсті розовый бисер алдық. Бірінші бисерді тастап кетеміз. Қалған бисерлерден инемен өтіп шығамыз. Яғни біз осымен 6 қатар жасап болдық. Енді ары қарай қалған 5 қатарды өздеріңіз жасайсыздар. Яғни тура осылай. Енді бізде қазір мен сіздерге көрсетемін. Бізде енді ары қарай керісінше көбеймейді, енді қысқартып отырамыз. Яғни 2 бисерден енді қысқартып отырамыз. Екі қара бисерден өткіземіз, жоғары қарай шығамыз. Енді мына 2 қара бисерден өткіземіз. Ары қарай 7-ші қатарды бастаймыз. Яғни 7-ші қатар бізде тура мынау 5-ші қатар сияқты енді 2 бисерден керісінше қысқартып отырамыз. Яғни мынау 6-шы қатар бізде ұзынырақ болды. Енді мынау 5-ші қатар, 4-ші, 3-ші, 2-ші, 1-ші қатарларды мына жағынан тіз қатарынан қайталап шығамыз. Яғни енді мына жерде бізде 7-ші қатар тура 5-ші қатар сияқты қылып ары қарай жалғастырамыз. Ал достар, мына мен ең соңғысын өттім. Қара бисерден өтіп, енді жібімізді артығын кесіп тастайтын боламыз. Мына осылайынан мына қатардағы қара бисерден өтіп шықтым. Енді артығын кесіп тастаймыз. Мына осындай болып шығады. Мына асты жағын шашақтардың өздеріңіз түзеп аласыздар. Бұл негізінде лескамен тоқығандықтан осылай өз кішкене майысып сондай болады. Негізінде жіппен тоққан өте ыңғайлы. Ал енді бізге мына темірдің тағу ғана қалды. Мына темірдің басын осылай 2 бисердің ортасынан өткіземіз. Өткіздік. Енді ортасын былайынан жаба саламыз темірді. Мінекей осындай болып шығады. Ал достар, мінекей біздің 2 сырғамыз да дайын. Егер сіздерге мастер-класс ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі мастер-класста күтіңіздер.